Саламатсыздар ма балалар? Рахмет, отыра қойыңыздар. Балалар, бүгінгі күнімізге сәттілік. Бүгін біз қазір сабағымызды бастаймыз. Бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Топқа бөліну үшін рандом шеңберін пайдаланам. Қазір сол жердегі оқушылардың тізімі бойынша өзіңіз топқа бөліне қоясыздар. Балалар, бүгін біз топқа бөлініп болсақ, қазір сабағымызды бастамас бұрын жаңа сабақты үй тапсырмасын сұрап алайын, иә? Үй тапсырмасын сұрау үшін қазір мен Word деген бағдарламаны пайдаланып, сіздерге сұрақтар қоям. Сол сұрақтарға назар аударып, кезекпе-кезек жауап береміз. Балалар, өлшемдерін елемеуге болатындай денені қалай атаймыз? Материалдық нүкте. Келесі екінші сұрағымыз. Қозғалыс траекториясының ұзындығын қалай атаймыз? Жүрілген жол, иә? Тақырыпты жаздық па? Жылдамдық және орташа жылдамдық жаздық қой, иә? Балалар, сіздер қалай ойлайсыздар? Жылдамдықты біз қандай уақыттарда пайдаланамыз? Бір сөзбен айтқанда. Қозғалыс кезінде және орын ауыстыру, сосын машинаның жылдамдықтары кезінде, иә, әртүрлі, мысалы, кез келген бізде, мысалы, машина болсын, ұшақ болсын, оның барлығы дерлік қозғалыс жасай отыра, олардың әрине жылдамдығы болады. Мысалға, сіздер машинаны қозғалған кезде, жаңағыдай спидометрдің көрсеткіші арқылы сіздер жылдамдықтың қозғалысын біле аласыздар. Солай ғой. Енді бүгін біз жаңа сабақты түсініп алмас бұрын, балалар, бізде мұнда қолдарыңызда спидометрдің белгісі бар. Бұл спидометрдің белгісі арқылы сіздер сабақ соңында топ басшысы бағалайды, әр сіздің орындаған тапсырмаларыңыз бойынша. Енді топ басшысын сайламас бұрын, балалар, ортаға сіздер қаламдарыңызды қойыңыздар. Сол қаламдарыңыз арқылы мен қазір кез келген оқушының біреуін топ басшысы ретінде аламын. Бірақ мен қарап тұрған жоқпын. Кез келген бір оқушының қаламын алам, иә? Мынау қала кімдікі? Нұрсая, да? Нұрсая, сіз осы топтың басшысы боласыз, және ең соңында сабақ барысында сіз оқушыларды бағалайтын боласыз. Келесі екінші топ бойынша балалар, қаламдарыңызды ортаға қойыңыздар. Мен кімнің қалам екенін білмеймін, кез келген қалам. Кімдікі? Топ басшысы боласыз, және спидометрге ең соңында сыныптың оқушыларын бағалайтын боласыз. Қаламдарымызды жинап қойдық па? Жарайсыздар, күшті салып қойған екенсіздер. Кімдікі? Сіз топ басшысы боласыз. Түсінікті ғой, иә, балалар? Енді балалар, жылдамдық деген шама қандай шама, және біз оны қалай есептейміз, иә? Сабақ барысына тереңірек үңілейік. Енді қараңыздар, мына жерде балалар симуляцияда машинаның қозғалыстары бар. Қараңыздар, сары машинаның қозғалысын қарап отырсаңыздар, мына жердегі жылдамдығы міне көріп отырғаныңыздай 18 км сағат деп тұр. 18 км сағат. Келесі машинаның қозғалысын көрейік. Міне розовый міне машинаның қозғалысын қараңыздар, өте қатты жылдамдықпен жүріп бара жатыр, иә? Келесі қызыл машинаның қозғалысын көрейік. Неше болып тұр? Өте жай қозғалып бара жатыр. Міне 4,6, 5 км сағат, міне 6 км сағат. Өте жай қозғалып бара жатыр. Мына машинаның қозғалысын қараңызшы, қандай? Ол кері, дұрыс айтасыздар, кері. Келесі күлгіндікі. Оның да жылдамдығы, бұл жердегі машиналардың қозғалыстары барлығы бірдей ма? Жоқ, әр машинаның қозғалысы әртүрлі. Ал қалыпты кәдімгі бізде машинаның даладағы жүріп жүрген машиналардың қалыпты жылдамдығы қандай? 60, дұрыс айтасыздар, иә? Біз яғни 60 км сағаттан артта жүретін болса, біз жаңағыдай штраф келеді деген секілді, яғни қандай да бір оқыс жағдайлар орын алуы мүмкін деген секілді. Енді осы біздің айтып отырған шамаларымыздың жылдамдық дегеніміз не? Соған тоқталайық. Балалар, біз физикада жылдамдықты мындай В әрпімен белгілейміз. В формуласы S бөлінген Т. Бір өлшем уақыттағы жүрілген жолды
бізде жылдамдық деп атайды екенбіз. Оның өлшем бірлігі халықаралық бірліктер жүйесінде метр секунд деп аламыз балалар. Енді сіздерде күнделікті өмірде есеп барысында километр сағат деген өлшем бірлік келуі мүмкін. Жаңа айтып жатырмыз біз, машиналар 60 километр сағат жылдамдықпен жүреді деп. Енді осы 60 километр сағатты біздің жылдамдығымыз метр секундке біз айналдыруымыз керек. Қалай айналдырамыз, километр сағатты метр секундке? Ол үшін 1 километрде неше метр бар? 1000, дұрыс айтасыздар. 1 сағатташы неше секунд бар? Жоқ, 1 сағат 3600. Яғни балалар, біз 1000-ды көбейтеміз, 3600-ге бөлеміз. Мысалға, 18 километр сағат деп сізге келіп тұрса, 18-ді 1000-ға көбейтіп 3600-ге бөле, біз метр секундке айналдырып аламыз. Яғни неге? Біздің жылдамдықтың халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі. Түсінікті ма? Енді сізге балалар, егер жылдамдығы белгілі, жүрілген жол жоқ, немесе уақыт жоқ, ондай кезде біз қалай табамыз? Сіздерге бір лайфхакты айтқым келіп тұр. Қараңыздар, бізде 3 деген тәсіл бар. Яғни сол тәсіл арқылы физикадағы кез келген формуланы сіз оңай таба аласыз есептеп. Қараңыздар, мына жерде біз ортасын, мына жерде бөлшек деп аламыз. Мынау біздің жылдамдығымыз, мынау жүрген жолымыз, мынау уақытымыз. Енді осы жерде міне қараңыздар, жылдамдықты табу үшін мына жерде бөлшек тұр ғой балалар, бөлшек тұр міне. S-ті Т-ға бөлеміз деген сөз. Ал керісінше міне S-ті табу үшін мына ортасында көбейту бар деп ойлайсыз. S-ті табу үшін не істейміз? В-мен Т-ны көбейтесіз. Ал Т-ны табу үшін міне бөлшек тұр ғой мына жерде. Т-ны табу үшін нені? Дұрыс айтасыздар, S-ті В-ға бөлесіздер. Түсінікті ғой, балалар? Сонда біздің жүрілген жолымыздың өлшем бірлігі метр, уақыттың өлшем бірлігі секунд екенін есімізде сақтаймыз. Егер тәулік, сағат, мысалға келіп жатырса, сіздер міндетті түрде секундке айналдырып аласыздар. Ал егер километр, миллиметр келіп жатырса, міндетті түрде метрге айналдырып барып есепті шығарасыздар. Түсінікті ғой, Түсіндік па, балалар? Енді сабақты түсінсек, тағы да бір нәрсені сіздерге мысал ретінде алайық. Қазір мына сызғыштың көмегімен мен сіздерді сабақ бастамас бұрын қашықтықты өлшеп қойдым. Сол қашықтықта маған кез келген қазір 2 оқушы керек. Сол 2 оқушының көмегімен біз қазір бір оқушы секунд номермен өлшейді, ал екінші оқушы сол қашықтықты жүріп өтеді. Мен қандай қашықтық екен сіздерге қазір айтамын. Так, Бекнұр, Айкөркем келе қойыңызшы. Так, балалар, бізде қашықтықты қайтадан өлшеуімізге тура келіп тұр. Мұқият тыңдаймыз, Бекнұр бізде қазір секунд номермен, яғни қолында ұялы телефонның ішінде секунд номерді пайдаланып, уақытты өлшейді. Айкөркем дәл осы жерге дейін келеді. Айкөркемнің қашықтығын біз өлшедік. Қараңыздар, S тең болады 1,16 метр болды, Бізде ол 160 сантиметрді біз балалар метрге айналдырып алдық. Енді уақытымызды өлшеу керек. Сол қашықтықта жүрген Айкөркемнің жолындағы сол арқылы біз жылдамдықты таба алады екенбіз. Айкөркем жүре ғой. Бастың ба? 4 секунд дейді балалар. 4 секунд. Енді жылдамдықты табайық. S-ті Т-ға бөлу арқылы бөле қойыңыздар. 1,16 метрді 4-ке бөліңіз. Сонда Айкөркемнің несі шығады? Жылдамдығы шығады. Жалпы сабақта балалар жылдамдықты қалай табу керектігі түсінікті ма? Түсінікті болса, Бекнұр, рахмет, отыра ғой. Қазір осы жерде сіздерге тапсырма беретін болам. Ол тапсырмада сіздерде қарап отырсаңыздар, міне, сізде бірінші, екінші, үшінші тапсырма бар, Мен қазір осы 3 тапсырманы 3 топқа бергім келіп тұр. Бірінші топ, яғни сіздерде жылдамдық тобы, жоқ, уақыт тобы. Уақыт тобы сіздерге бірінші есеп. Бірінші есептен алдарыңызда тұрған мынандай ақ қағазға шығарып, топпен бірге қазір қорғаймыз.
мына жерде сіз қателесіп кеттіңіз. Себебі біз мәнін жазып қойғансыз дұрыс. Бірақ 3600-ді 5000-ға емес, 5000-ді 3600-ге бөлесіз, иә? Формулаңыз дұрыс. Дәл осылай осы ақ қағазыңызға жаза қойыңыз. Так, балалар шығарып жатырмыз ба? Иә, біз жылдамдық жолымен шығардық. Жылдамдықты неқа орташа табу керек нені бізде? Қайда қағазыңыз? Жылдамдықтың орташа... Қайда қағазыңыз қайда жаңағы? Міне. Так, орташа жылдамдықты табу керек, иә, сізге? Берілгені дұрыс. Енді неқа табу керек жазыңыз. В орташа тем болады сұрақ белгісін қойыңыз. Орташа жылдамдықтың формасын жазыңыз. Так, балалар, егер тапсырмаларыңызды қарап отырмын, болып қалған сияқтысыздар, иә? Қазір мен жаңағы айтқандай функционалдық бұл тапсырманы бірінші, біз 3 тапсырма барлығыңыз бірдей орындаңыз деп айттым. Солай ма? Енді мен бірінші тапсырманы мына жолдан сұрағым келіп тұр. Жол тобы, сіздер бірінші тапсырманы орындадыңыздар ма? Бәрін орындап жатсыздар, иә? Молодец. Так, бірінші тапсырма бойынша сіздерде тапсырма балалар Астана Алматы бағыты бойынша 1200 км. Солай ғой? Келесі 160 км сағат уақытты табу керек. Уақыттың формасын жаздық. Я СТВ-ға бөлеміз. 1200-ді 160-қа бөліп, километрді қысқартып, 7,5 сағат шықты. Бәріңізде сондай ма? 7,5 сағат шықты тұр ма? Дұрыс, я? Бұл бірінші топтың еңбегі. Так, бір-бірімізге құрмет көрсетіп, шапалақтап қояқ, я? Так, екінші тапсырма бойынша уақыт тобы сіздер шығардық па? Так, тем болады, бірінші балалар берілгенін жазамыз. Я? Дәл осындай қылып, барлығы есепті солай, балалар тек бір есеп емес. Барлық есепті берілгені ХБЖ шешуі деп шығарамыз. Соған дағдыланайық. Формуламыз дұрыс, 1200-ді 160-қа бөлдік. Біріншісі, екінші топтың тапсырмасы уақыт тобында. Қараңыз, уақытты табу үшін СТВ-ға бөлдім. Екі тапсырма орындаған, яғни 200 километрді 140 км сағатқа бөлгенде 1,4 сағат. Бірақ балалар ескеріңіздер, келесте есептің тек бір есеппес барлық есепті берілгені ХБЖ шешуі деп шығару керек. Сол жүйеге дағдыланайық, иә, түсінікті ғой. Бұл топқа да құрмет көрсетсек, жауабы дұрыс. Барлығыңыз да сондай ма? 1,5 шықты ма? Так, келесі үшінші топ. Үшінші топтың тапсырмасы. Тапсырмаңыз қайда? Алматы, Шымкент арасы 140 км сағат жылдамдықпен жүрген пойыздың уақытын. Сіздер бұл жерде қашықтық жоқ қой. Қашықтықты қайдан таптыңыздар? Мына жерде эс жоқ қой. 700-ді 700-ді 130-ға бөлдіңіз. Ал 700 дегенді қайдан алды? Ол бізде қашықтық. Қашықтық кестеде тұр, иә? Сонда кестеден сіздер мәнін пайдаланып отырсыздар. Балалар, екінші қатар бізде жаңа бағалау кезінде ескеріңіздер. Уақыт тобы үшінші есепті шығармады. Жол тобы сіздер шығардыңыздар ма үшінші тапсырманы? Шығармадыңыздар ма? Қазір бағалау кезінде соны ескеріңіздер. Міне, жылдамдық тобы шығарып отыр. Үшінші тапсырманы 5,14 сағат шығып тұр. Бұл жерде де балалар, сіздер қараңыздар. Үшінші тапсырмаға барлығымыз назар аударайық. Сіздерде эс жоқ қой. Сіздер сонда қайдан аламын деп ойлап отырған шығарсыздар, сосын шығарамай отырсыздар ма? Үшінші мияқта 700 деген кестеде тұр. Кестедегі мәні тек Алматы Шымкент деген бағыттағы эстің мәнін біз пайдалануымыз керек. Соны жаңында тексттен қарауымыз керек еді. Мен сабақ барысында айтқанмын жаңа, текстке назар аударамыз деп сол үшін айттым. Түсінікті ғой, сонда келесіде сізге осындай тапсырмалар берілсе, міндетті түрде кестені, текстті міндетті түрде мұқият қарауыңыз керек деген сөз. Түсінікті ма, балалар? Түсінікті болса, бүгінгі бізге берілген тапсырмалар аяқталды. Сіздер қазір алдыңызда спидометрдің бағалау парақшасына бағалайсыз, және сізге рефлексия берем, сол рефлексияны кері байланыс маған жасап, птичка қойып, немесе топқа мына қағазға клей берем, соған жабыстырып, өзіңіз қасына сөз жазыңыздар. Мен мысалға бүгінгі сабақта сіз не түсіндіңіз? Формуланы білдіңіз ба? Әлде жылдамдықтың қандай шама екенін білдіңіз ба? Соны қысқаша жазып кетіңіздер, кері байланыс есебінде. Түсінікті ғой, және балалар, бүгінгі сабақты бекіту үшін сіздерге арнайы есептерді үйге беремін.
ол есептер сіздің оқулық кітаптарыңызда бар. Сол есептердің барлығын шығарып, келесі сабаққа маған дәптеріңіздегі есептерді көрсетесіздер. Түсінікті ғой, иә? 2-де 1-ші жаттығудың барлық есебін үйге аласыздар. Балалар, міне, рефлексия деген мынандай. Қазір сіздер өзіңіз клеймен мына жабыстырып, спидометрге бағасын қойып, маған тапсырыңыздар. Түсінікті ғой, иә? Так, осы жерде тұршы. Міне, балалар, қазір клей берем, мына жерге жабыстырып, өзіңіз маған топ ретінде кезекпе-кезек жаңағыдай кері байланыс жасай қойыңыздар. Так, жолдың жігіттері, өздеріңіз бүгінгі сабақта не түсіндіңіз? Астына жазыңыз, иә? Және спидометрге өзіңізді, тобыңызды бағалаңыз. Так, спидометріңіз қайда? Рефлексия үшін балалар кері байланыста бүгінгі қысқа нұсқа жазып кетсеңіз болады. Сабақ барысында не түсінгендеріңізді. Үй тапсырмасын жаздық па? Балалар, бүгінгі сабақ үшін сіздерге рахмет. Кері байланыстарыңызды маған тапсырып, сабақ аяқталды. Сіздерге келесі үй тапсырмасын орындауға сәттілік. Бір-бірімізге шапалақ ұрайық, мадақтап. Егер жазып болсақ, балалар тапсырайық. Жарайсыздар. Так, жол тобы болдық па? Бүгінгі не түсінгендеріңізді қысқаша жазсаңыздар болады. Не түсінбедіңіздер керісінше? Мен қиналдым деген есептеріңізді болса, мен жаңа форма түсіндім де лайфхакты жазып қойыпты. Молодцы балалар. Жарайсыздар. Сіздерге көптен көп рахмет. Сабақ аяқталды. Үй тапсырмасына мұқият болып орындап келсеңіздер.